Түркістан облысының Бәйдібек ауданында аңшы жоғалып кетті. Іздеу жұмыстары 4 күн бойы Жүзімдік ауылынан 25 шақырым жердегі Арыстанды өзені мен жағалаудағы қамыс арасында жүріп жатыр. Себебі ол соңғы рет қасында болған досына осы аумақтан қоңырау шалып адасып қалғанын айтқан. Ер адамды іздеуге төтенше жағдайлар департаментінің құтқарушылары мен полиция қызметкерлері жұмылдырылды. Оларға жергілікті тұрғындар да көмектесіп жатыр. Алайда әзірге нәтиже жоқ. Бүгін құтқарушылар сол аумақты дрон мен әуеден де шолып шықты. Іздестіру жұмыстарының өте қиын жағдайда өтуде. Біріншіден бұл жағалаулары және өзеннің көлдің ішкі жағында көптеп орналасқан жыңғыл ағаштарының және бұталардың көптігі, сонымен қатар қамыстардың көптігі, және де адамның жүріп тұруына асты лайлы балшық болғандықтан жүруде қиын болып жатыр.